Япония өкіп кеткен ба, Сакура өкіп кеткен? Ана қыз құлады. Ассаламу алейкум. Осылай таңның бір күнінде мені әпкем тауға алып кетті. Менторымыз бар. Абдидар ханыммен кездесіп, керемет бір 3 сағатымызды өткіздік. Жақында осы Инстаграмда шет елдің бір ханымы айтып жатыр да, сіздер өте бақыттысыздар, таудың жағасында тұрасыздар деп. Жарты сағаттың ішінде келіп аласыз деп. Вот осы Аллахтың осындай нығметін осы алматылықтарға бергенін көбісіміз түсінбейміз да, бармаймыз сол тауға. Түсінем, әртүрлі жағдайлар бар. Менің соңғы кезде шығып жүргенім, осы әпкем себепші. Алып шығады баламен, жағдайды жасайды. Алла разы болсын. Осындай керемет уақыт 2 сағатымызды өткізіп, сырласып, күліп қайттық. Расымен де тауға қарап, тафаккур жасау ең керемет нәрсе. Аллахтың осындай құдіреттілігін көріп, таудың биіктігіне қарап, аспанның кеңдігіне қарап, шүкіршілік арттырып келетін үлкен осы нығметтердің бірі.